Дархан Қалменов Евразия құрамасының капитаны және бүгінгі, яғни капитандар сайысын аяқтайтын 8-1 командасының капитаншасы Гүлнұр Қобландиева. 2015 жыл Алматы қаласы, Сайна көшесі. Соңғы демографиялық мәліметтер бойынша Қазақстанда еркектер көбейіп кеткендіктен Сайна көшесінде қыздар емес, еркектер тұратын болыпты. Сонымен қарсы алыңыздар. 8-1 командасының капитаны Қобландиева Гүлнұр. Жігіттер, жұмыс істеп тұрмыз ба? Ал бүгінгі капитандар сайысының тақырыбы мен өзгеге ұқсағым келмейді. Ренжімеңіздер жігіттер, мен еркектерге ұқсағым келмейді. Неге? Неге деген сұрақ туындайды. Мысалға, еркектер шығады, Астананың қыздары андай, мына жаққа келіп, Алматының қыздары андай, мына жаққа келіп, Қызылорданың қыздары андай. Мен қыздардың намысын қорғайын деп, жалғыз қыз капитан болып шықтым ғой. Қыздар! Ал енді неге жігіттерге тиіспеске? Кәні, мұна кісі Сейчан деген жігіт екен. Бой десе бой бар, түр десе түр бар. Қандай красавчик. Бұны біз лимузин дейік. Бұл лимузин. Так, лимузин ақшасын бересіздер, айдап кете бересіздер ғой. Только шамалы тонировкасы көп. Тонированный. Ал екінші Абай. Абай. Toyota Camry. Правый руль. ГУР, АСБ, АБС. Титановый диск. В общем, бәрі бар. Только в аварийном состоянии. Дархан. О, Дархан, басты мәселе Дархан. Дархан. Volkswagen Жук. О, Батырлан. 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 Бұны біз Audi 100 дейміз. Бочка. Мен бір түсінбейтінім. КВНнің президенті Есенаға кешеде тұрып тұрды, бүгінде тұрып тұр. Құдайыма, осы залда бір еркек бар ма орныға кеп беретін? Бір-ақ еркек, бір штук. Штук. Рахмет. Миниатюра. Отырған қыз орнын табады. Менің фигурама қызығып, капитан жолдастар тұр ғой. Және де әділ қазда отырған азаматтар. Мені түсіретін де, көтеретін де сіздер. Рахмет! Ендігі кезек капитандар рахмет, дайындала беруіңіз рұқсат. Әділ қаздар алқасына кезек бермес бұрын сәлемдесудің ұпайларын естісек. Сәлемдесу конкурсы бойынша Евразия құрама командасы 3,16, 8-1 4,16, Техас 5 ұпай, Сатпаев 4 ұпай, Айса 4,18 ұпай. Рахмет, еді менің өзгеге ұқсағым келмейді, капитандар сайысы жоғары ұпай 4 ұпай. Бірінші болып сахнаға шыққан Абай Аязбаев, Техас КВН командасы. Барлығы 4 ұпай, бәрекелді. Айса құрамасы Әсіліп Сейтжан. 4-4-3-4-4. Сейтжапар Батырлан, бойдақтар. 4-3-3-3-2. Және Евразия құрамасы Дархан Қалменов. 4-3-3-3-3. Және 8-1 Гүлнұр Қобландиева. 4-4-4-3-4. Бәрекелді. Біздер келесі конкурсқа өтеміз. Әуенді тапсырмасымен Бұлан бұрынғы әннен өзгерек деп аталады. Ортада Сәтпаев қаласының құрамасы бойдақтар.
тойға біздің суперстар кезеттің чемпионы Қайрат Тунчеков келіп қапты, қарсы алыңыздар. Қайрат, сіздің мектеп жастағы қыздарыңа қандай өлең арнар едіңіз? Қыздар ай, тыйылған қазым қандай? Рахмет. Ал колледждің қыздарына қандай өлең арнайсыз? Чунга-чанга весело живем, чунга-чанга весело поем. Рахмет, енді Қайрат, енді бүгін залда қаншама сұлу қыздар отыр. Оның ішінде аграрный университет, сонымен қатар Евразийский, сонымен қатар Казгиндің қаншама сұлу, әдемі қыздар отыр. Мінекей осындай көрікті қыздарға өзінің қандай бір әнін арнар едің? Асыл әжем, ғасыр әжем, аңсаған. Енді құрметті ағайындар, сіздердің алдарыңызда Данияр ағамыз өзінің қызымен, көшеде әйелімен, жарымен қалай жүреді екен. Енді Данияр қызымыз, көкеміз жас кезінде кіммен жүрген екен? Махаббат жайына келетін болсақ, шын мәніне келетін болсақ, махаббат деген ол күйек сезімді. Алдарыңызда ұзын мен көрпешінің махаббаты. Еңлік пен кебектің махаббаты. Және жаңа шыққан екі жас кішкентай балалардың болашақ махаббаты. Құрметті ағайындар, осында отырған қаншама жастар бар. Солардың бір-біріне адал махаббаттар берік болсын. Және де мынау тұрған жүрек, бұл бойдақтар құрама командасы Астана қаласына деген шынайы берік махаббаты. Қосталық Қазақстаннан келдік ортаға, Қазақстанның ордасы болды міне Астана. Жайнап көркейер мәңгі біздің елорда, бойдақтар мәңгі сөзбен Астана. Если хочешь остаться, останься просто там. Пусть тебе приснятся сны на теплых берегах. Бәрекелді рахмет. Бойдақтар КВН командасы Сәтпаев қаласының құрамасы әуен үй тапсырмасы бұлан бұрынғы әннен өзгерек. Келесі командаға кезек береміз. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Техас КВН командасы. Мұңаяқын жаным бір өзіңді ойлаумен, елестетем сені дидарыңа қоймаумен. Махаббаттың жанған жалғыз сенің қолыңда, мен аңсаған арман сенің ғана жолыңда. Махаббаттың жанған жалғыз сенің қолыңда, мен аңсаған арман сенің ғана жолыңда. Сол арманның асқарынан, сол арманның айдынынан мәңгі бірге өт аламын мен. Сол арманның асқарынан, сол арманның айдынынан мәңгі бірге өт аламын мен. Камера дайын ба? Камера келсін. Камера дайын ғой. Сонымен құрметті телекөрермендер, бүгін біздің студиямызға сонау Пекин Олимпиадасына баратын Мұхтархан Дәбек келіп отыр. Мұхтархан! Неткен удар! Неткен секірес! Жарайсың, Мұхтархан, жарайсың. Еткендене, Мұхтархан. Бол, Мұхтархан. Рахмет. Сонымен, дайын ғой камера.
Кеттік, бастаймыз. Мұхтархан, саған бірінші қойылатын сұрақ, сен бокспен қанша жасынан бастап шұғылданып жатсың? Мен бокспен бар ғой мына. Кішкентай кезімнен. Тоқта. Ай өтпе. Өшір, болды, өшір, тоқта. Алло. Мұхтархан, мен ғой жолар тастасын Жетісайдағы. Мен сен телевизордан көріп отырмын ғой. Жоғасың ба не? Жоғамын. Жоға! Мұға! Мен сен телевизордан көріп тұрмын. Қоса телевизорда? Ай, жоға жаны! Беттегі жоға! Ай, жоға! Кесей! Кесей! Мұға! Жоға! Мұға! Жоға! Ай, жоға! Семір кесіп! Қойсаңыздар, теле түсірілім болып жатыр. Месаж, испачку. Тақтыш. Мен жігеп қасым ғой бойына. Жоға, кім бұл өз? Бұл жүргізуші. Тыныш. Нормаль түрі, түсіндің бе? Жоға, не стоит, кер жоқ. Нормаль. Бәрі нормаль. Камера дайын ғой. Камера қойма, давай. Камера дайын ғой. Сонымен Мұхтархан, сен жаңағы мен сұрағыма жауап бермедің. Қалай? Нормаль. Семір кетті, оны кәдім. Сабыр сақташ. Өзің бос па? Бос па? Басыңыз қадырлау. Мінекей, Мұхтархан, жаңағы сұрағыма жауап бермедің. Бокспен қанша жасынан бастап шұғылданып жатсың сен? Мен бокспен барғаннан кішкентай 4 жасымнан бастап бокспен айналыстым ғой. Қойшы. Өшір. Қандай 4 жасында не? 19 жасында келдің ғой сен? Жұмыс ба апам көрді. Күтір. Апа 19 жасында келді. Сен нормаль тұр. Көзімді ойып алам көзім. Жоға, не стоит, кер жоқ. Сонымен, тыныш. Мұхтархан, түсіріп атсың ғой? Түсірді. Саған көрермендерден сұрақ келіп түсіп отыр. Көрермен рұқсат сізге сұрақ қоя беруге. Мухтархан, как вы думаете насчет патологического развития экономики в Казахстане? Патологический вопрос в Казахстане – это развитие, это город. Тоқтат, өшір. Мынау таза комик болыпты ғой, қақын үйреншін орысша. Алғы жігіні 1 грамм орысша біледі, қазір 2 килограмм орысша біледі ғой мынау. Бит-бит-бай ғой, экономиканың развитие там, Қазақстан экономический. Мұға, анағы мен орысша сөйлемешін деп қалай айтам? Русский хорошо говорит дейсің. Русский хорошо говорит. Если еще раз хорошо говоришь, мен сен ауылға апарамын да, ауылда асар жүріп жатыр, потолокқа лай құйып жатыр. Соға барам, түсінің ме? Тыныш! Мен неме қоқал мен? Сапқа! Беріп қалай ма? Қас па, бір бөлі бар ма қас? Берге бері! Қас па, бір бөлі топ берші маған? Не қыласың? Сен ұрам де ағлам албасың. Тыныш сақтаңыздаршы. Болды, соңғы сұрақ. Мұхтархан, мынау залда отырған біздің студияның қонақтарына не айтасың? Соңғы сөзін айтшы болды. Мен бар емес па? Ана қорқой. Олимпиадаға барам ба? Барам ба? Сіздердің жұмыстарыңыз ұмасын. Мұхтархан дұрыс айтады. Бізді Мұхтарханның Олимпиадаға барама, жоқ әлде барама, ол қызықтырмайды. Бізді қызықтыратын нәрсе, біз финалға келеміз, жоқ әлде біз финалға бәрібір келеміз.
Xiyalına qolsama Yeteler keş Şetsik armağan Büyüm ayaq şalmasa O kümeki Bərber gelimiz Finalga jetimiz Asılıp armağandan Sensiz bizge ömürde Yerigimiz seçtiğe Sen siyahtı ömürde Qaytalanmaz bol нәрсе Қол жетпеген шыңдарға Жеткіземіз финалға Көрінгенше көрме Сау бол Біз келеміз Техас кви командасы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті. Әуендей тапсырмасын одан әрмен жалғастыратын Жезқазған қаласынан келген қонақтарымыз 8-сері бір перегойын командасы. Сонымен алдарыңызда Джимми Ача үнді фильмі. Осылай екі жастың арасында Джимми дүниеге келеді. Арада бұл бір жыл өтеді, Джимми 3 жасында балабақшада. Метхон. Не? Мен ойынтығымды алып бер. Алып бер мен ойынтығымды. Керек болса өзін алып жүр. Метхон, сен мен ойынтығымды не лақтылап, omыңның не? Не төбелес, бір 5 минутке шығып кетіп ем, не масқара? Анауға мен ойынтығымды лақтылап. Не төбелесіп атсыңдар, ә? Анауға ойынтығымды лақтылап жүргенім. Не масқара? Болды, сен біле, тұр ана, болды. Тұр ана ұрышқа, тұр ана ұрышқа. Тұр деймін, на ұрышқа тұр. Көз соқпай не біледі ана көзі? Менен соқып кеткен. Тұр, болды, 5 минутке шығып кетсең осы. Айқайласып шуласып шығады. Мама, айтам неге барғасың? Ей, Джимми. Не? Шығасың маны мен? Шығам. Ей, Раджа, шығасың маны мен? Шығам. Қорқасың ба? Айрала, давай! Кешкі сағат 5 балаларын, ата-аналар балабақшадан әкету үстінде. Ordu var o kendini ordu. Ne uçum laktırdı o tasat men kendini bacı. Ne başım bunu sanıp kalmış mıçıp bitti. Не масқара, не болды, аталар, не болды? Сіз тәрбиеші емессіз бе? Иә, мен тәрбиешімін. Мен балам көзін көгертіп, орнынан қан ағыз, бір шишқа жетті. Енді мен... Сіз тәрбиеші емессіз, қарамайсыз. Бисақ метке шығып кетшін, бисақ метке. Неге адамсыз тәрбиеші? Сізге қарап отырса, менің жалғыз ақ ұлым Джимми. Жоқ, сіз тәрбиеші Неге соны емессіз. ұқсатса, неге қарап отырса, қайда қарап отырса? Уақылама! Үгілген кісі болып, ағалам, не болсын шама? Бір 5 минутке осы нете қойын десең? Не ғой? Сен балың үшін тұрасың ба? Тұрам. Сен балың үшін тұрасың ба? Тұрам. Төлесесің баламен, паразам. Давай, мама, давай! Папа, не қарап жатсың сен? Давай, мақұрылды! Арада жылдар өтеді, Джимми 16-ға толады. Джимми көшеде жолдастармен қыдыра бастайды. Метхон, кешке Рамонның туған күніне барамыз ше? Надеюсь, манты істеп қояды, күріш істемейді ше? Манты ше? Темекі бар ма? Темекі жоқ. Қалай темекі жоқсың? Жоқ қойса, не қиынды өзі? Мен темекі шекін көп тұр, темекі бер деймін бана. Жоқ темекі, брат, ренжіп. Қалай темекі жоқ деме? Айқайлама, мен қазір ағам шақыр. Шақыр? Джимми, жүр. Джимми.
Кім мама? Жүр. Кім? Ол емес. Аяқтама. Джимми, ана бар ғой, темекі сұрайды дейді. Орысша. Че? Смейся, Смейся! Чего ты смеешься, а? Смейся, Смейся, чего ты смеешься, Извини, брат. Смойся! Негізі ол жаңағы ғашығым табат. Бірақ өте кеш болады. Жұлдызында сен өгіздеген өзіңді аңсап арманымда сен. Жаным Раму, мені күтпей өйіп қапсың ғой. Раму, неге мен күтпедім білесің ғой мен келе жатқанымда. Сені анау стеклянный гробқа тығып тастапты ғой, Раму. Жаным-ау, хрустальный гроб екен ғой. Жаным-ау, сені менің поцелуйым ғана тірілтеді. Жаным-ау, кеш. Ята келелет Джимми, менен басқа спящий невеста таппай қалдың ба? Құрған кезде мен осылай жатыр деп ойладым да. Негізі бар ғой, бүкіл индийский кинолар ең артында жақсы бітеді. Ал біздің индийский кино өкінішке орай арты өте қайғылы оқиғамен бітіп жатыр. Джимми өліп жатыр. Егер де осы индийский киноның екінші сериясын көргілеріңіз келсе, Дамашкада кездескенше. Рахмет, сегіздері берпері Жезқазған қаласы. Қымбат достар, одан әрмен музыкалық сағатымызда, яғни әуен үй тапсырмасын жалғастырамыз. Ортада Алматы экономика статистика академиясының АСА құрама КВН командасы. Қайранда кеткен 1970-1980 жылдар. Біз ол кезде өмір сүрмегенбіз, бірақ ол кездерде көз артымызға былай елестетеміз. Сонымен 1980 жыл Мәскеу Олимпиадасы. Яғни Мишканы ұшыру салтанаты қарсы алыңыздар. Қарны бір қылышын мен. Дәл осы кезде орталық саябақтағы сырахана, яғни пивнушканың алдындағы оқиға. Құрметті жолдастар, тыныштық, sıra барлықтарыңызға жетеді. Тыныштық, очередке тұрыңыздар, sıra барлығыңызға жетеді. Очередке тұрыңыздар, тыныш. Жай әшін очерттің соң кім екен білейін дейін? Очерттің соң мен. Сізге қанша шөлмек сұрадыңыз? 3 шөлмек сұра. Міне сізге 3 шөлмек сұра. Қады ақшасын беріңіз бізге. Не болды? Сенен кейін мен соң айтысынан дейін. Очередь, танаш! Ақшасын бермеші маған.
жастағы дружинниктері коммунистік идеяны қолдайтын жас толқынбыз. Тәртіпсіздікке және де басқа іс-әрекеттерге жол бермейміз. Милиция! Кім милиция шақырған? Кім? Біз! Қаны милиция? Мен милиция! Тоқта, жігіттер, боларың ят емес пе? Мен бүгін бас болып қалдым. Ертең жұмысқа шығам, сендермен сөйлесемін. Ал бүгін қуайықшы бәріміз. Жігіттер, кешке қарай ондай болса таныс площадкада жоқ. Кешкі сағат 8 таныс площадкадағы оқиға. Раз, насчет 3, ребята. Сонымен жігіттер, кешке барлығымызды бүткіл қала, бүткіл жастар бізді, яғни дос Мұқасанды көру келеді. Олай болса өзіміздің инструменттерімізді тексеріп, даусымызды тексеріп алайық. Кеттік. Насчет 3. Айди отыр пантада, екі қолы қалтада. Абай заман сұраса, юқта қалды масқара. She's got it, baby, she's got it. Неға жігіттер, ішім пысып кетті да, бұлай бір жаңа өлең шығара салайықшы. Шығарайық. Таңертең мен бір сұлу қыз суға Сүңгіді, О-оу, суға сүңгіді, о-оу, суға сүңгіді. ат жетектен бір жас жігіт Сальдо тастадым, сальдо тастадым, қыздың үстіне. Бұлай істейікші, қыздар туралы айта бермей басқа бір теманы өлең шығарайық. Әрине, күндізде, түнде де Круглосуточно квартиру сдаем в Алматыда. Сіз болашақ политехтің ректорсыз ғой, ят емес па? Жігіттер қараңдар, халық концертке жиналып жатыр. Кеттік оны концертімізді бастаймыз. Бәрекелді, Алматы экономика статистика академиясы АСА құрама КВН командасы. Енді әуен үй тапсырмасын жалпы бүгінгі сайысты аяқтайтын команда Евразия ұлттық университеті, Евразия құрама КВН командасы. Менің атым Қожа фильмінің музыкасы. Басты рөлде Қожа.
қожалық жүгіруі. Қожаның тайпалуы. Директор. Әкімнің топас інісі. Сондықтан мектептің директоры болып отыр. Әйтпесе, әжептір бір директор департаменті болып отырмай ма? Тайпал директор. Класс. Тыныш. Шулайсыңдар ау сендерді бір. Ал бастай беріңіз. Бүгінгі жаңалық, ертең бізге сонау Англиядан делегация келген деп жатыр. Басында мисс Бианка болады. Ағай, не, шынымен сондай ма не ол? Қандай сондай? Енді жаңа өзіңіз айтып кеткендей. Мені деп айттым. Жаңа ғана айттыңыз ба? Мисс Бианка? Оның фамилиясы Бианка. Бірақ Англияда құрметтеп миссис деп айтады. Сондықтан да мисс Бианка. Мен оны анандай деп ойлап қалсам. Мен де оны сондай деп ойлап қалдым ғой. Мен де бірінші рет сөйтіп ойлап қалдым. Шемі? Әлі білмеймін. Әлі білмеген дұрыс. Ой, мен бар, кабинетіме отырайын. Дұрыс. Так, оқушылар, бүгін шығарма жазамыз. Шығарманың тақырыбы менің арманым. Бастай беріңдер. Жанар, кеттік қамыстың арасына. Қамыстың арасында не істейміз? Қалай не істейміз? Математикамен айналысамыз. Қош, кеше ғана математикамен айналысқан еді ғой? Бүгін айналысқан жоқпыз ғой. Қадыров, тұр! Сен тағы да математиканы тығып атсың ба? Қазір орыс тіл сабағы. Енді не дейсің? Кешіріңіз Оспанов ағай, енді қайталанбайды. Сен өткенде де қайталанбайды деп айтқан едің. Өтірік соқпаңыз, Оспанов ағай. Мен өткен жолы бүйтіп істемейін деп айтқан, бұл жол қайталанбайды деп тұрмын. Қазір мен книга учетов регистрациядан тексеріп көрем. Так. Үйтпейін, сүйтпейін, үйтіп істемейін, басқа болмайды. Қайталанбай болмапты ғой. Дұрыс жазып қоя салайын. Отыра бер. Так, ұмытпай жат. Ертең әрқайсың 2-3 теңгеден алып келесіңдер. Тағы да 2-3 теңге неттен? Біреулерің сөйлесін. Мен айтайын ағай. Айт. Қожа сөйлесін. Неге 2-3 теңгеден жинаймыз? Өйткені классымызда гүл жоқ. Гүл аламыз. Оның арғы 300 теңгеден алып келесіңдер. Неге ағай? Арғы күні гүл қымбаттайын деп жатыр. Ағай, онда ертең 400 теңгеге 2 гүл алсақ не болады? Сен не ақылсың ба не? 2 жердегі 2 қанша? 4. Ақылды екен. Онда мынау не? Шырша. Дұрыс. Мынау шы. Ой, ағай, ол шелек қол. Дұрыс. Онда мынау не? Мини-гидроэлектростанция. Дұрыс. Онда мынау не? Ол трактор, Оспанов ағай. Қайдан біліп қойдың?
11-ші класста оқитын ағам айтты. Сіз жыл сайын қайталай береді екенсіз ғой осы теманы. Отыр, 2, қожа 2, жантас 2, атың кім? 2, не дейсің? Жігіттер беке кеше Таныш, туй, шулайсыңдар ау сендер де. Қожа, сен менің сөзімді неге айтасың? Бүгін жиналысқа қожаны саламыз. Өткенде кеше директорды ұрып кеткен несі? Енді не дейсің? Сөйттім, бүйттім, үйтіп істемеймін, бүйтіп істемеймін, қайталанбайтын бәрі бүт қой. Не виновата, да я. Он сам пришел. Так, класс не дейді? Болмайды. Аға, мен айтайын. Айт. Қожа класстан шығып кетсін. Айтпесем одан қорқатын балдар бар. Дұрыс па класстас? Тамаша. Қожа, шыға тұр. Ал, тыңдап тұрмын. Ағай, кеше директорды ұрып кеткен кім? Қожа, Мариям апайдың сумкасына бақа салған кім? Қожа, ағасының орнына емтихан тапсырып оны институтқа түсірген кім? Тағы да қожа, оның аты кім? Қожа, дұрыс емес па? Тамаша. Сендер неге күлесіңдер? Сендер бұл жерде барлығын күліп тұрсыңдар. Ал қожа болса, класстың сыртында бір өзі күліп тұр. Так, жантас, шыға тұр. Қожа, күре тұрш. Қожа, сендердің класстарында стукач кім екен білінді? Кім екен? Жантас. Короче, делай красиво и по понятию. Полицию не бей, а то учителя затаскают, они же звери. Жантас, кір. Абайла 6-шы сабақтан кейін тайып қал, біреу сені ұрайын деп тұр. Түсіндің бе? Бар. Қожа, кір. Бүйткенше өлгенім артық. Ал мен өлдім. Фильмнің соңы. Тоқтай тұрыңыздар ағай. Қожа, бір нәрсе деші. Өлген адам сөйлемейді. Қожа, ана 30 асығыңды кімге тастап кеттің? Менің завещаниемде жазып тұр. Міне, енді фильмнің соңы. Евразия ұлттық университеті Евразия құрама КВН командасы болатын. Қымбат достар, мінекей осымен екінші топтағы ойындарымызды аяғына келіп жетті. Қазір ортаға сіздердің қошеметтеріңізбен бүгінгі сайысқа түскен командаларды шақырамыз. Сонымен капитандар сайысының ұпайын тыңдап өтелік, содан соң жалпы ұпайға кезек береміз. Техас командасы 4 ұпай. Айса 3,8, Бойдақтар 3 ұпай, Евразия 3,2, 8 серберпері 3,8 ұпай. Рахмет. Енді жалпы әуен үй тапсырмасы бойынша қандай балға ие болған командалардың соны біле жатамыз. Қазір бірінші болып сахнаға Сәтпаев қаласының құрама командасы Бойдақтар. Жоғары ұпай 6 ұпай. 5, 5, 4, 4, 5. Техас, Шымкент. Барлығы 6 ұпай. Сегіздері бір пері, Жезқазған. 6, 6, 4, 5, 4. Алматы экономика статистика академиясы Алматы, Айса. 6, 6, 5, 5, 6. Және сайысты аяқтаған Евразия құрамасы. 6, 5, 5, 4, 5. Бәрекелді. Енді жалпы ұпай дайын болам дегенше, біздер қаздар алқасына сөз кезегін берсек, Данияр Есен. Қарлы кеш қымбатты көрермендер,
Жалпы қазақ КВНі күн өткен сайын өркендеп келеді. Қазақ КВНнің ыстығына күйіп суығына тоңып жүрген Есен Елеукен мырзаға аямай дух шапалақтап қойсақ артық етпес. Жігіттердің барлығы керемет, КВН жасасын. Нұржан Бейсенов. Рахмет. Біріншіден командалардың бәріне рахмет. Жақсы өнер көрсетіп жатсыңдар. Есен осындай балаларды өнерлі жігіттер жинағанына саған рахмет. Көрермен сіздерге рахмет командаларын қолдағаныңыз үшін. Жалпы командалардың сапасы, өнерлі сапасы жоғарғы деңгейде екен. Бірақ бір айта кетерім, бүгін Евразия командасының көп күтіп ем. Жігіттер өнерлерін өрлей берсін, бір жақсы салынып беріліңдер. Қалғандарыңызға сәттілік тілеймін. Енді ойын көрсете жатар, кім финалға жететінін. Аман болыңыздар. Бәрекелді. Жанат Қабылдауұлы. Бүгін өте қиын күн болды, шын айтса барлы командалар мықты шетінен. Ең бірінші Евразия құрамасының сәлемдесуіндегі шашы ұзын қыздың жаңағы миниатюрасы мықты болды. Рахмет, жігіттер. Және Қожаның бағанағы фильмдегі Жантастың рөлін ойнаған жігіт, молодец. Сегіз серінің сәлемдесуінде әрине сол кезде аукционды көрсеткендері мықты болды. Техас сөз жоқ, бүгін керемет өнер көрсетті. Айса қыздардың саясатын жақсылап тұрып көрсетіп берді, қандай болу керек екенін. Және бойдақтарды үлкен үміт күттіреді. Жалпы бүгін керемет ойын болды. Рахмет сіздерге. Рүстемов Бағдат. Кешері құрметті көрермендер, енді бүгін бүкіл командаларға рахмет. Енді өзіміздің үздік ойыншыға деген сыйымыз бар. Гүлнұр, саған рахмет. Мойындаймын. Сонымен бүгінгі ойынымыздың ең үздік ойыншысы Құландиева Гүлнұр. Бәрекелді. Енді жалпы ұпайларға кезек берелік. Үй тапсырмасы. Евразия құрамасы 4,8, Техас 6 ұпай, бойдақтар 4,6, сегіздер біртері 5,4. Жалпы ұпай Евразия құрамасы 11,6, бойдақтар 11,6, сегіздер біртері 14, АИСа 14,2, Техас 15. Сонымен 14,2 ұпай және 15 ұпай жинаған АИСа және Техас КВН командалары финалға жолдамалды. Баршаңызға рахмет, финалдық ойында кездескенше.